Сәлем, балалар. Қазақ тілінің 111 сабағы 2 сынып. Тақырыбы дара және күдер етістікте. Бүгінгі сенің жұмыс істейтін білетін. Етістіктерді табу тақырып бойынша мәтін мазмұнын болжайтын боламыз. 30 жаттығу тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді оқы. Торғай мен бұтақ. Bir топ торғай ұшып келіп, ағаштың басына қонды. Бұтақ басына бір торғайдан қонып еді, бір торғайға бұтақ жетпей қалды. Сонан соң бір бұтаққа екі торғайдан қонып еді, бір бұтақ артық қалды. Сұрақ: бұтақ нешеу, торғай нешеу? Мәтіндегі сұрақтарға жауап бер, етістікті тап. Мәтіндегі сұрақтарды жауап беретін болса, бұтақ 3, торғай 4. Етістіктер: ұшып келіп, күрделі етістік; қонды, дара етістік; қонып еді, күрделі етістік; жетпей қалды, күрделі етістік; ал қалды, дара етістік екен. Не істейді, не істеді деген сұрақтарға жауап береді. 31 жаттығу. Көктемге тән белгілерді көрсет. Сол сөйлемдерді жаз. Көктемде күннің қызуы көтеріледі, күннің қызуы төмендейді. Қар ериді, қар жауа бастайды. Құстар ұшып кетеді, құстар ұшып келеді. Жапырақтар сарғайып түсе бастайды, жапырақтар жайқалып өседі екен. Ендеше бұл жерде біз қазір көктемге тән белгілерді көрсететін боламыз. Күннің қызуы көтеріледі. Не істейді? Көтеріледі. Бұл жерде дара етістік. Қар ериді. Қар не істейді? Ериді. Дара етістік. Құстар ұшып келеді. Не істейді? Ұшып келеді. Күрделі етістік екен. Жапырақтар жайқалып өседі. Жапырақтар не істейді? Жайқалып өседі. Күрделі етістік екен. Яғни біз мәтінді көктемге тән белгілерді қарастырып, бір топтастырып жаз. 32 жаттығу. Берілген етістіктерді үлгі бойынша жазып, олардың мағынасы бір-біріне қарама-қарсы екенін дәлелде. Яғни бұл жерде бірнеше етістіктер берілген. Осының ішінен қазір бір-біріне қарама-қарсы етістіктерді тауып аламыз. Яғни бұл жерде бірінші сөзде байлады, шешті. Жіпті немесе байлады, байлағаннан кейін оны шешу керек. Яғни байлады деген сөзге қарама-қарсы шешті. Шашты, жинады. Жапты, шашты. Үзді, жалғады. Яғни қарама-қарсы берілген сөздерді етістіктер таптық. Бұл антоним екен. 33 жаттығу. Сөз жұмбақты шеш. Таудан ағатын табиғи су. Бұлақ. Қарға тұқымдас ала қанатты құс. Сауысқан. 3. Сан 4. 4. Уақытты көрсететін зат. Сағат. 5. Мойны ұзын ірі дала құсы бұл дуадақ. 6. Домалақ, қабығы қатты, тәтті шырынды бақша дақылы. Ол некен? Қарбыз екен. Сонымен берілген сөзді шешу не екен, балалар? Яғни бұл жерде етістік барады деген етістік шықты. Шешуіндегі сөз дара етістік пе, әлде күрделі етістік пе? Қалай ойлайсыңдар, балалар? Бір сөзден құралып тұр, ендеше бұл дара етістік. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды.